Сәлем балалар, қазақ тілі 2-ші сынып 1-ші сабақ, тақырыбы тіл және сөйлеу. Сөйлеу дегеніміз не? Бірінші жаттығу, мәтінді тыңда. Сөйлеу ерекше құбылыс. Ол адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін қажет. Адамдар тіл арқылы бір-бірін түсінеді, білмегенін сұрайды, кеңеседі. Сұрақтарға жауап. Сөйлеу не үшін қажет? Тіл арқылы адамдар не істейді? Алғашқы 2 сөйлемді көшіріп жаз, ол сөйлемдерде қанша сөз бар. Сөйлеу адамдар бір-бірімен ойын, сезім, ақпарат жеткізу үшін. Сөйлеу арқылы біз пікір алмасамыз, бір-бірімізді түсінеміз, білім үйренеміз. Қоғамда өмір сүру үшін тіл мен сөйлеу маңызды. Өйткені ол адамдарды біріктіреді. Тіл арқылы жаңалықтар мен ақпаратты айтып хабарлайды, сұрақ қойып жауап алады. Бір нәрсені үйретеді, түсіндіреді, қуанышын, ренішін, алғысын жеткізеді, жоспар құрып, ортақ шешімге келеді. Сөйлеу, сұрақ, жауап және әңгімелесуден тұрады. Алғашқы 2 сөйлемде 12 сөз бар екен. Екінші жаттығу, суреттерге қара. Адамдардың қайсысы ауызша, қайсысы жазбаша сөйлеуде қолданып тұр. Екінші, қарым-қатынас жасау үшін қимыл мен ымның көмегі бар ма? Үшінші, жануарлар сөйлей ме? Бірінші суретте қыз жазбаша қолданса, атай ауызша сөйлеу түрін қолданып тұр. Екінші суретте ауызша түрін қолданды. Анасы жануарлар, соның ішінде піл туралы ақпарат беріп тұрған шығар. Үшінші суретте қыздың мысықпен қимыл әрекетпен сөйлесуде. Яғни мысық мияулап, еркелеп тұрады, құйрығын бұлғақтатады, немесе қарны ашып мияулауы мүмкін. Кейде сөзсіз адамдар бір-бірін қимыл арқылы түсіне алады. Бас изесу, келісу, немесе сәлем беру белгісі, қол бұлғау, қоштасу немесе сәлемдесу, қол шапалақтау, қуаныш немесе қолдау білдіру, қас-қабағы, бет әлпетін өзгеруі, адамның ренжігенін, қуанғанын көрсетеді. Ым мен қимыл сөзді толықтырып, ойды нақты жеткізуге көмектеседі. Сондықтан тілмен қатар ым ишарада қарым-қатынастың маңызды бөлігі болып саналады. Жануарлар сөйлей алмайды. Олар дыбыстар, мысалы, иттің үруі, мысықтың мияулауы, құстың сайрауы бір-бірімен хабарласады. Қимыл әрекетпен түсінеді. Мысалы, құйрығын бұлғау, қанатын қаққылау, кейбір жануар иіс арқылы ақпарат жеткізеді. Яғни жануарларда өзінше қарым-қатынас жасау тәсілдер бар, бірақ ол адам тілінде емес. Мысалы, жануарларды алсақ, көз, моқ деген дыбыстар шығарады. Ал қойлар мә деген, қарға қар деп, арыстан р, ал жылан пш деп осындай дыбыстар шығарады. Төмендегі сөйлемдер суреттердің атауы бола ала ма? Оқу мен жазу егіз, ым мен қимыл түсінісу құралы. Мысық неге мияу? Иә, бола алады, себебі олар қысқа, мәнді және суреттің мазмұнын ашып тұр. Мысалы, оқу мен жазу егіз деген оқу дайын мәтінді жазылғанды түсініп қабылдау, ал жазу өз ойымды, білгенімді қағазға түсіру. Яғни екеуі бір-бірін толықтырады. Адам алдымен оқып үйренеді, жазғанын оқиды, оқығанын жазады. Қаламмен жазып отырған қыз бала және кітап ұстаған ата бейнесін атау бола алады. Ым мен қимыл түсінісу құралы. Қол бұлғаған немесе қимыл арқылы сөйлескен адам суретіне лайық. Мысық неге мияулайды? Мияулаған мысық суретіне тақырыпқа лайық. Яғни суреттегі сөйлемдер тақырып ретінде жарайды. Үшінші жаттығу, көрнектінің орнына керекті сөзді қойып жаз. Мысалы, сөйлеу адамға ғана тән. Жануарлар сөйлей алмайды. Олар тек дыбыс шығарады. Біздің сөйлеуіміз сөйлемдерден тұрады. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Шығармашылық үзіліс. 4-ші жаттығу, тәжірибе жаса. Басыңды партаға қойып, көзіңді жұм. Өзіңді аспан әлемде ұшып жүрмін деп елестет. Көзіңді ашып, не көргеніңді парталасың айтып бер. Тәжірибе барысында ойыңды сөйлеу арқылы жеткізгеніңді түсін. Досым, сенімен бір қызық тәжірибе бөліскім келеді. Бүгін мен басымды үстелге қойып, көзімді жұмдым да, өзімді аспан әлемде ұшып жүрмін деп елестеттім. Басында мен қараңғылықты көрдім. Біраз уақыттан соң мен аспан әлемінің шексіз кеңістігіне енгендей болдым. Айналамда миллиондаған жұлдыздар жарқырап тұрды. Олар әртүрлі түсте боялғандай еді. Көк, қызыл, сары, жасыл түсте бар. Олар бір-бірімен билеп, ерекше бір әуен ойнап жатқандай сезілді. Одан кейін өзімді қандай да бір құсқа айналғандай сезіндім. Мен галактикалар арасында ұшып жүрдім. Көптеген галактикалар бар екен. Кейбір спираль тәріздес болса, кейбір дөңгелек, ал кейбірінің формасы жоқ. Галактикадағы жұлдыздардың арасында ұшып жүріп, бұрын-соңды көрмеген ғаламшарды көрдім.
Біреуінің беті толығымен мұзбен жабылған, ал екінші қызыл жартастардан тұратын шөл дала сияқты. Үшінші суы мол, көгілдір түсті көлдер бар екен. Бұл көріністер мені таң қалдырды. Мен өзім кішкентай ғана жер шарында екенімді және әлемнің қаншалықты кең және әдемі екенін түсіндім. Осы тәжірибе маған бірнеше сағатқа созылғандай көрінді. Бірақ көзімді ашсам, басым әлі партаның үстінде екенін түсіндім. Бұл тәжірибеден менің ішкі дүнием өзгергендей болды. Мен ерекше бір тыныштық сезіммен сезініп, өзімді ғаламның бір бөлігі ретінде сезіндім. Балалар, бүгін біз тіл және сөйлеу дегеніміз не? Сөйлеу тек қана адамға тән екенін білдік, ал жануарлар тек қана дыбыс шығарады екен. Сабақ аяқталды.